Саламатсыздар ма балалар? Керемет, отырыңыздар. Балалар, біз әдеттегідей кезекті қазақ тіл сабағымызды өтейін деп жатырмыз, балалар. Керемет. Қазақ тіл сабағын өтердің алдында біз өткен жолғы сабағымызда қиял әлемі деген керемет бір бөлімді бастаған болатынбыз. Сол бөлімді пысықтап, әрі өзіміздің қиялымызға ерік беріп, көрейікші балалар, бәріміз қиялымыздағы армандарымызды айтып алайықшы. Волейбол ойын басшылыққа алып, психологиялық ахуалды жақсартып алайық балалар. Балалар, біз волейбол ойынын шығаруды жақсы білеміз. Біз үнемі әр сабақта ойнап жүрміз. Керемет. Волейбол деген ойын сіздерге белгілі. Мен топты қиялымдағы тілегімді айтып лақтырамыз бір-бірімізге. Ал қиялдарыңыздар кереметінен бастайын балалар. Менің қиялымдағы басты арманым мемлекетімізде тек қана тыныштық болса екен, мен білім беріп тәрбиелеп жүрген шәкірттерім тек қана үлкен жетістіктерді бағындырып, керемет жаңалықтар ашып, ғалым атанса екен. Менің арманым, мен өскен кезде өзіміздің қаламыздан үлкен бау-бақшаларды ашқымыз келеді. Ол біздің қаламызшымызды дамытады. Ол бау-бақшадан адамдар тегін жеміс-жидектер, көкөністер жегенін қалаймын. Керемет. Менің арманым өскенде тарих пәнінің мұғалімі болып, тарих ағасы Геродот сияқты мемлекеттерді аралап, мәдениетін жазу. Тамаша. Менің арманым, мен өскенде актер болып, жұлдыз Керемет, актер болып, жұлдыз болғысы келеді екен Мейрамбектің. Жақсы. Менің арманым, мен жануарларға қамқор болғым келеді. Жақсы, өте жақсы. Менің арманым Қазақстан жерінен көлік шығаратын завод ашқым келеді. Күшті, керемет. Менің арманым, мен өскенде ғаламтордан елімізге пайдалы зат ашқым келеді. Пайдалы жаңалық. Тамаша. Менің арманым, өскенде дәрігер болып, емделмеген ауруларды емдейтін келеді. Керемет қандай. Мен өскенде мұғалім болып, ғалымдарды тәрбиелегім келеді. Тамаша, керемет балалар. Әрқайсысындардың қиялдаған армандарын тек бірінен бірі асып түскен. Керемет. Барлығы да адамзат баласына пайда келтіретін дүниелер екен. Шын жүректен орындалуына тілектеспіз. Тамаша, отырамыз, сабағымыз басталды балалар. Біз қазір ойнап алдық волейбол ойынын. Балалар, өткен сабақты пысықтап алу үшін зымыран сұрақтармен жұмыс жасап өтейік. Жалпы біз өткен жол сабағымызда қиял әлемі деген керемет бөлімді бастаған болатынбыз, Жақсы. Жалпы балалар, фантастика деген сөздің мағынасын білеміз бе? Фантастика туралы не білеміз? Фантастика, адам қиялының ұшқырлығы, баяғыда ата-бабаларымыз қиялда кілемге отырып ұшақ еді. Сол себепті соның арқасында қазіргі заманда ұшақтар пайда болды. Жақсы. Адам қиялының ұшқырлығының нәтижесінде көптеген жаңалықтар ашуға болады екен, балалар? Тамаша, балалар, осы керемет, ғажайып, ғаламат деп жатамыз. Осы ғаламат сөзінің мағынасы қандай? Кім айтады? Ғаламат сөзінің мағынасы керемет, ғажап деген мағынаны білдіреді. Балалар, жалпы бізде әдебиеттен өте таныс ертегі деген ұғым, ертегілер туралы біз халық ауыз әдебиетінен толық меңгергеніміз білеміз. Сол ертегілер деп отырғанымыз халық ауыз әдебиетінің үлкен жанры, бөлшегі болып саналады. Ертегілердің өзі бірнеше бөлімдерден тұрады. Қиял ғажайып ертегілер бар, балалар. Сол қиял ғажайып ертегілердің ішінде баяндалатын ақиқатқа айналған оқиғаларды білесіңдер ме, балалар? Қандай оқиғаларды білеміз? Мысалға, көптеген ертегілердің ішінде, балалар, бізде адамдардың кілемге отырып ұшуы, армандаған, бір сәтте жетуді армандаған, бір жерден екінші жерге. Қазір ол арманымыз орындалған жоқ па? Ата-бабамыздың қиялдаған, Қазір оған дәлел біздің ұшақтарымыз, тікұшақтарымыз, керек болса біз аспан әлеміне де ұшып жатырмыз, қазір.
Тамаша, жақсы. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық, балалар. Үйге қандай тапсырма берілген еді? Егер мен сиқыршы болсам не істер? Тамаша, егер мен сиқыршы болсам деген тақырыпта мәтін жазып келу болады, балалар, иә? Мәтін жазып келген оқушы бар ма? Жақсы. Дәптеріңізді ашып қойып отырайық, мен бір қарап шығайын, балалар. Керемет, жақсы. Диас оқи қойшы тапсырмасын. Мен сиқыршы болсам, қазақтың мәдениетін, экономикасын, білімін арттыра беремін. Және де дастарханда құт береке кіргіземін. Бүкіл адамның иманын арттырып, Мекке Мәдинаға жіберемін. Және де қазақтың ақындарының шығыштарын, ардагерлерін мүлдем ұмытпайтындай жасар едім. Жақсы, рахмет. Жақсы. Сиқыршы болсаң, білем, жақсылық жасайды екенсің. Жақсы, отыра ғой. Келесі, кім оқиды? Кім оқиды? Аян оқи ғой. Мен сиқыршы болсам, дәрігерлер емдей алмай жатқан барлық аурулардың көзін жоямын. Өйткені денсаулық адамның ең басты байлығы. Ажайып күшінің көмегімен әлемде жетім балалардан болмайтындар жасар едім. Бүкіл балалардың әкесінің анасы болып, олардың жанұяларына тіршілікте өсіретін еді. Тамаша, керемет. Ниетің сиқыршы болсаң керемет деген балалар. Жақсы. Еркежан оқи қою тапсырмасын. Мен сиқыршы болсам, мен сиқырымды тек адал істерге жұмсаушы едім. Алдымнан қаншама мүмкіндіктер ашылып тұрғанын мен өзім үшін, жақындарым үшін және өзгелер үшін тек қайырымды істер жасап көмектесетін едім. Ауырып жатқан адамдарды жазып, қарттарға денсаулық сыйлаушы едім. Және ең бастысы, мен бүкіл әлемде соғыс болмай, адамдардың бірлік пен татулықта өмір сүргенін қалар едім. Керемет. Балалар, адамның басты байлығы денсаулығы, иә? Мен байқап отырмын, барлықтарына егер сиқыршы болсаңдар, мына әлемде жер бетінде ауру атаулы жоқ қылғыларың келеді екен, иә? Ол керемет, жақсы ниеттерің керемет. Әрі қарай кім тағы оқиды? Нұрсат оқи ғой. Егер де мен сиқыршы болсам, басқа адамдар секілді ерекше бір зат ойлап табар едім. Мысалы ретінде ұшақтың көлік, өзі жүретін технология, тағы басқа заттар және емі жоқ ауруларды емін табатын едім. Сен сиқыршы болсаң не істер едің? Тамаша, керемет. Жалпы құрдастарына, достарына, сыныптастарына сұрақ беру арқылы аяқтасын мәтінді. Керемет, жақсы. Тағы кім оқиды? Кім оқиды? Шерхан оқи ғой. Оқи ғой Шерхан. Мен егер сиқыршы болсам, жер бетіндегі соғыс болған жерлерде адамдарды бейбітшілікке шақыратын едім. Бейбітшілікке шақыратын едім. Барлық күшімді салып, өзіміздің жеріміздегі жағдайларды болдыртпайтын едім. Жақсы. Бүкіл әлемде бейбітшілік орнаған қалайды екенсің, иә? Керемет. Ниеттерің сондай жақсы, тамаша бала. Жалпы адамзат баласына мықты денсаулық, бейбітшілік, керемет, жақсы өмір сыйлайды екенсіңдер. Сыйлағанды қалайды екенсіңдер. Тамаша, сабағымызды қарай жалғастырамыз, балалар. Олай болса, үй тапсырмасына өте жақсы жоғары деңгейде дайындалып келгенсіңдер. Балалар, біз әр сабақта сіздерге жақсы белгілі, біз 10 балдық жүйемен бағаланып отырамыз, иә балалар? Мен сіздерге сабақта жауап берулеріңізге қарай, жұлдызшалар жабыстырып отырамын сіздерге. Әр жұлдызша 2 балды білдіреді, иә? Сіздер оны жақсы білесіздер. Өйткені біз әр сабақта қалыптастырушы бағалауды және 10 балдық бағалау жүйесін пайдаланамыз, иә балалар? Тамаша, жақсы сабағымызды сіздер мәлімдеңіздер, өзім бағалап отырамын сабақ барысында, әрі қарай жалғастырады екенбіз. Балалар, бүгін сыныпта кезекші бар ма? Жақсы. Кезекші біреуін дәптер жинай қойыңдар, екінші тақта алыңдар. Дәптер ауыстырып алайық балалар. Жақсы. Үй тапсырмасын керемет жазып, келіп оқығанын оқыған.
Керқұлақты Кендебай ертегісі әкейін бойынша, яғни әдеби тіл нормасы бойынша зат есімді өтеді. Балалар, жалпы морфология бөлімінде жатырмыз, я? Морфология бөлімінің зерттеу объектісі сөз құрамы, сөз таптары, я? Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? Кім айтып жүреді, балалар? Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? Білеміз бе, еске түсіріп өтейік. Диас айтып берші бізге. Қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Мысалға, зат есім, сын есім, сан есім, етістік, үстеу, одағай, есімдік, шылау, еліктеу сөздер. Тамаша, керемет, еске түсіріп алып. Жақсы отыра ғой, рахмет. Балалар, тақтадағы слайдта тұрған суретке назар аударайық. Не байқадыңыздар? Бұл суреттер сіздерге не айтып тұр? Кім айтады? Сурет бойынша. Кім сөйлейді бізде? Асылжан ойыңды айта қойшы, бірінші сурет бойынша. Кендебай батырдың Керқұла атының үстінде отырып, Мергенбайды іздеп жүрген сәті бейнеленген. Тамаша, балалар, біздің бүгінгі келесі сурет бойынша кім әңгіме айтып жүреді? Рұқсат айтамын. Кендебай бие туған алтын құйрықты биені ұстамақшы болып, бірақ оны ұстамай құйрығын жұлып алды. Ұстай алмай қалды, иә? Алтын құйрығы Кендебайдың қолында Қалып қалды. ал қойды, жақсы отыра ғой. Сонымен бұл суреттер бізге нені айтып тұр, балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағымыздың тақырыбы қиял әлемі бойынша екінші сабақ Керқұла атты Кендебай ертегісі екен, иә балалар? Жақсы. Бұл ертегі бізге өте таныс, иә? Солай емес па? Әдебиет сабағынан біз өтіп алдық қой бұл ертегіні, иә? Толық мазмұнын білеміз, меңгергенсіздер. Сондықтан бүгінгі тақырыпты мен сіздерге ауыр тетіп айта алмаймын, иә балалар? Жақсы, тамаша. Мынау суреттерде Кендебайдың бейнесі, және оның Керқұла аты, Кендебайдың алтын құйрықты құлынды ұстап алатын сәті, ұстап алған қолында алтын құйрығы неғылды жолына қалып кеткен сәті. Бейнеленген балалар. Жақсы, тамаша. Жақсы балалар. Дәптеріңізді ашып күнді жазамыз. Жазамыз күнді. Тақырыпты қоямыз. Балалар, Керқұлақты Кендебай ертегісі қиял ғажайып ертегілердің біріне жазады. Солай емес па? Не себепті қиял ғажайып ертегісі деп айтамыз бұл ертегіні? Өйткені ондағы аққулардың алтын кебіскей ұшуы, иә балалар, алтын құйрықты құлынның болуы ертегінің ішінде, жалмауыз кемпірлердің болуы ішіндегі, және Кендебайдың дүниеге келіп сағат сайын, сәт сайын өсуі, иә балалар? Одан кейін Кендебайдың ерекше ерліктері, міне осының барлығы ғажайыпқа, қиял ғажайыпқа негізделген оқиғалар. Солай емес па? Сол себепті Керқұлақты Кендебай ертегісін біз қиял ғажайып ертегілерге жатқызады екенбіз, иә балалар? Міне, ол бізге жаңағын айтып әдебиет сабағынан таныс, мазмұны толық сіздерге ертегінің. Біз бүгін бірінші оқылым тапсырмасы бойынша Керқұлақты Кендебай ертегісінен кішкентай ғана үзінді берілген. Мен оқып берейін сіздерге, сіздер тыңдаңыздар. Күндерде бір күн хан өзінің екі баласын шақырып алып, бүгін қара бие құлындайды. Бұл 9-шы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ болып кете береді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер. Не болғанын өздеріңмен көріңдер дейді. Я балалар? Таныс па сіздерге? Таныс болайға. Жақсы. Мұны Кендебай естіп тұрады. Кешке ханның екі баласы күзетке барғанда, Кендебай да жасырынып барып, сол жерде не істейді? Отырады екен. Біраздан кейін ханның екі баласы қорылдап ұйқыға кетеді. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне берген кезде бие алтын құйрық
береді. Кендебай шақ беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында алтын құйрық жолын қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып ұйықтап қалады. Ертеңіне таң сәріден хан екі баласын шақырып алып, не көргендерін сұрайды. Міне осындай қысқаша үзінді берілген ертегі бізге ол таныс балалар, ары қарай жалғастыруды кейін сіздерге үйге тапсырма ретінде беріп жатамыз. Жақсы. Балалар, сіздерге бір сұрақ. Қараңыздар. Берілген үзіндіден қиял ғажайыпқа құрылған қандай оқиғаны байқады? Әсел айтып жүре ғой? Бие алтын құйрықты құлынды биеге әкеледі. Бұл жері қиял ғажайыпқа саналады. Тамаша. Бұл жердегі қиял ғажайыпқа негізделіп тұрған алтын құйрықты биенің құнды жүнді арғымақ құлын тууы. Балалар? Жақсы, тамаша балалар. Әрі қарай тапсырма орындауды жалғастырамыз балалар. Балалар, мен жоғарыда айтып өттім. Қазақ тілінде 9 сөз бар екен бізге. Диас есімізге салып өтті. Соның ең бірінші алғашқы зат есімді бастайтын екенбіз. Зат есімді дегеніміз, балалар. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздер зат есімдерден аталады екен. Зат есім сөздер кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді екен. Зат есім сөздер тұлғасына қарай негізгі зат есім және туынды зат есім болып екіге бөлінеді екен. Міне тақтада сіздерге барлық жазу көрініп тұр балалар. Жақсы. Сіздерге тапсырма 1 минут уақыт беріледі. Біз әр сабағымызда жасағандай ережені жаттап аламыз. Сосын айтамыз сізге. Ал кетті, уақыт кетті. Жақсы, ережеміз өте жеңіл балалар. Өте жеңіл. Сондықтан сіздерге қиын болады деп ойламаймын. Ережені жаттап алған оқушы дайын екенін білдіріп, қол көтеруге болады. Тамаша, керемет балалар. Ережені айтайын болай достар. Кімнен бастайық? Диас бастай ғой ережені. Заттың атын білдіретін сөз табын, зат есім дейміз. Зат есім кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, дала, ой, айдың, тағы басқасы. Зат есім тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі зат есім туынды зат есім. Негізгі зат есімнен тек түбірін жасалды. Артқа қарай бөлшектегі кеңейтін сөз табын негізгі зат есім дейміз. Ал түбірге жинақ қаламы арқылы жасалған сөз табын туынды зат есім дейміз. Мысалға, қуаныш, саттық, достық, әнші, тағы басқалары. Жақсы, тамаша. Кім? Атын айтуға ережені. Атын атын білдіретін сөз табын зат есім дейміз. Зат есімдерге кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, оларға айгүл, кітап, ой деген кітап деген секілді. Зат есімдер тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі
соның зәкесінде. Мысалы, қуаныш, шаттық деген секілді тамаша. Жақсы, жарайсыңдар, тамаша. Айта ғой, Маржан. Келе күндіп отырмай айтау. Сәттер күндіретін сөз табын затесін гүріне деген сұрақтарға жауап береді. Затесін құрамына қарай екіге бөлінеді. Тұлымды затесін бөлінеді негізгі затесін. Негізгі затесін бұны әрі қарай бөлшектеуге келмейді. Мысалға, тоз, оташ, ана деген секілді. Ал тұлымды затесін түбіріне жалғау жалғану, ұшына жалғану арқылы жасалатын сөздер тұлымды затесін көреді. Мысалға, қуаныш, әнші, биші. Жақсы, жаман емес, отыра жақсы. Балалар өте жақсы. Аян айта ғой енді, Заттың атын білдіретін сөз сұраған зат есімі айтылады. Зат есімдерге кімге деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, айгүл, адам, дос. Тек түбірден жасалған әрі қарай бөлшектеуге келмейтін зат есімдері негізгі зат есімі айтылады. Негізгі зат есімдерге ой, ақыл, айдана, тағы да басқа деген сөздер жатады. Ал түбірге жұма жалғану арқылы жасалатын зат есімнің түрі туынды зат есім деп аталады. Туынды зат есімдерге қуаныш, шаттық және тағы да басқа сөздер әнші, күйші, жыршы деген сияқты, иә? Жақсы, тамаша. Керемет. Балалар, бізге бүгін әтейін бойынша жаңағы сөз таптары, соның ішінде зат есім келіп тұр, иә? Зат есімнің ережесін толық меңгеріп алып деп есептейміз. Енді жазу тапсырмасын орындауды бастаймыз, балалар. Дәптерімізде ашып, балалар, екінші тапсырма деп жазамыз. Екінші тапсырманы орындау шарты қазір ғана мен оқып берген оқулы мәтіннің ішінен зат есімдерді теріп жазады екенбіз алдымен. Одан кейін барып, екі бағанға бөліп, негізгі зат есімдерді бір бағанға, туынды зат есімдерді екінші бағанға бөліп жазады екенбіз. Ал жазу тапсырмасы басталды, балалар. Түбірге жұрна жалғану арқылы жасалып тұр, демек олар соңғы оқыған екі сөздің, екі зат есімді туынды зат есімде жатады екен. Балалар, барлығымызда осылай болды ма? Тамаша, жақсы. Отыра ғой, рахмет. Балалар, жазу тапсырмасына қарай жалғастырады екенбіз. 6-шы тапсырмаға қараймыз, түгел балалар. Төменде сіздерге сөздер беріп қойған, сол сөздерге жұрнақ жалғану арқылы туынды зат есім жасау керек екенбіз, балалар. Яғни 6-шы тапсырма орындаймыз. Балалар, тақтаға кім шығып орындайды? Кім шығады тақтаға? Асел келе ғой, Маржан келе ғой, Еркежан келе ғой. Нәтижелер қанша? 12 сөз берілген екен. Соны әрқайсысын 4 түртпеден бөліп алып, не істейді екенбіз? Туынды зат есім жасайды екенбіз. Жасалды. Қалғандарымыз орнымызда отырып, орындай береміз.
Жақсы. Бірінші бағандағы сөздерді кім жазды? Еркежан, оқи қойшы жазған сөздеріңізді. Көрме, айтшы, шапшы, тақтық. Яғни түбірі қайсы сөздер? Көрме дегенде не деген, ал айтшы дегенде шы. Сөздің түбірі көр, Көр, ме деген жұрнақ жалғану арқылы ал айтшы. туынды зат есім пайда болды. Келесі сөз. Айтшы. Ол түбірі Сөздің түбірі айт, айт, ал шы жұрнағы. Шап деген ол түбірі, ал шы деген жалғауы. Ал тақ деген түбірі, тұқ деген жалғауы. жалғау дейміз. Жұрнақ. Жұрнақ, иә? Түбірге жұрнақ жалғану арқылы біз туынды зат есімдерді жасадық балалар, иә? Жақсы. Екінші бағандағы сөздерді кім жазды? Маржан, тұр, қалдайын, оқи қой. Сөздің түбірі сурет, шы деген жалғау арқылы, Жалғау дейміз. жұрнақ жалғау арқылы суретші деген сөз шықты. Жақсы. Туынды зат есім шықты. Кім? Суретші, иә? Сөздің түбірі балық, жұрнақ жалғау арқылы, балық шы деген сөз шықты. Сөздің түбірі балық, шы жұрнағын жалғаған еді. Балықшы бұл адамға айналды, иә? Балық та зат есім, балықшы да зат есім балалар, иә? Балық не деген сұраққа жауап беретін зат есім болса, балықшы кім деген сұраққа жауап береді екен, иә? Туынды зат есім жасадық. Әрі қарай. Сөздің түбірі адал, жұрнағы жалғанып, адалдық деген туынды сөз шықты. Тамаша. Адалдық. Не? Адалдық. Адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі, иә балалар? Әрі қарай. Жақсы деген. Жақсы. Оған лық деген сөз қосылды. Сөз қосылды дейміз ба? Жұрнақ жалғадық, иә? Барлық қосылғанда жақсылық. Жақсылық деген жаңа туынды зат есім пайда болды, иә? Не? Жақсылық. Әрі қарай. Сөздің түбірі дос, дос. Ортағы достық деп тұрғанда. Жұрнақ дейміз, балалар. Жұрнақ жалғанды. Тық деген жұрнақ жалғану арқылы достық деген туынды зат есім пайда болды. Келесі сөз. Бөл, Сөздің түбірі бөл. Не деген? жалғанда. Жұрнақ жалғанды. Бөлме деген туынды зат есім пайда болды. Келесі сөз. Тоқ, дық, Сөздің түбірі тоқы. дық. Жұрнақ жалғанды. Дұрыс па балалар? Сөздің дұрыс айтасың. Қайсысын жалғауға болады? Не? Тоқыма деп малды жалғауға болады не? Иә? Жақсы. Асылжан, жөндеп қойшы. Жақсы. Жақсы. Асылжан, жөндей қой. Қайтесің?
Жақсы. Балалар, барлығымызда дұрыстап жақсылап жазып алдық па? Дәптерді ашып қойып отырыңыздар, мен көріп шығайын. Жақсы. Бүгінгі сабағымызда екі жазылым тапсырмасын орындап алдық. Және бүгін өтіп жатқан сөз табымызда сөз таптарының біріншісі бірі записін туралы толық мәлімет алды, ережесін жаттап алдық. Балалар, жалпы біздің өтіп жатқан бөліміміз балалар, бөліміміз біздің қиял әлемі деп аталатын еді, балалар. Фантастика, фантастика туралы жоғарыда біз айтып өттік. Ғаламат жайлы да айтып өттік, балалар. Енді сабақты сол жаңағы бүгінгі сабағымызда соған сәйкес қиял ғажайып ертегісінен үзінді оқыдық, балалар. Ол үзіндіні талдадық. Ол Керқұла атты Кендебай ертегісі болады, балалар. Тамаша. Енді мен сіздерге Мұқағали Мақатаевтың бір шумақ өлеңін айтып оқып бергім келіп отыр. Сол өлеңнің ішінен қай жерінде біздің жаңағы фантастика немесе қиял ғажайып көрініп тұрғандығын сіздер айтып бересіздер. Сіздерге тапсырма сол. Ал кетіп мен оқимын. Жеті қат жерің мына төңкерілген, жеті қат аспан менен көмкерілген, адамзат оның бәрін ерте білген, ертегіде табысқан ертеңі мен, ғаламаттар туылған ертегіден. Ғаламаттар жасалған ертегіден, ертегілер қиялын ерте жүрген, ойлап отырып кілемменен, аспанға ұшудан да ұялмаған, қиялдап жер бетіне сыя алмаған, қиялдап менің дана байғұс бабам, алайда атқа мініп айға ұшпаған, бабамның қиялымен қанаттанып, бүгін мен айға қонып жайды ұстанам дейді. Мұқағали Мақатаев ақынымыздың өлеңін сіздерге үзінді оқып бердім, балалар. Осы өлеңді мен оқып жатқан кезде ішінде қай жерінен және қандай қиял ғажайыпты сездік, қандай қиял ғажайып оқиғаны сездік. Ата-бабаларымыз біздің не аңсаған екен, балалар? Қаны кім? Егер мұқият тыңдаған болса, жауап береміз. Дұрыстап ойыңды айта қойшы. Бұл жақта біздің ата-бабаларымыз кілеммен басқа жаққа ұшуды армандаған. Бірақ қазіргі заманда сол арман біздің ата-бабамызда орындалды. Өйткені қазір ұшақ та бар. Керемет, жақсы, тамаша. Жарайсың. Тақшын қандай қол білдіргісі келеді, балалар? Демек, балалар, бұл өлең шумағынан біз қиялдаудың өзі ғажап дүние екендігін сезіп отырмыз. Ғаламат дүние екен, балалар? Қиялдаудың нәтижесінде керемет ғажайыптар орын алады екен. Біздің ата-бабаларымыз қайдан ойлап білді екен, балалар? Жағы ұшақтың, тікұшақтың, көліктің пайда болатын олар білген жоқ қой, солай емес па? Бірақ олар қиялдады. Солай бір сәтте жететін сондай бір ғаламат ғажайып орнаса екен деп қиялдады. Міне сол қиялдың жағы шындыққа ұласқан жерін біз өмірде көріп жүрміз. Солай емес па, балалар? Кілемге отырып ұшады ертегіде, солай емес па? Қанатты пырақ аттары жылқыларымыз ұшады, солай емес па, балалар? Міне соның нәтижесінде біздің жағы қыран құстарымыздың аспан көгінде қалықтауына қарап, адамзат баласы жалпы ұшуды армандады, балалар? Адамға қанатты ұшып кету мүмкін емес, бірақ не істеді? Адамның қиялының нәтижесінде, балалар, ұшақтар, тікұшақтар, керек болса аспан әлеміне ұшатын ракеталарымыз пайда болды, балалар? Тамаша, не деген керемет. Жақсы. Балалар, сонымен бүгін біз қиял ғажайып ертегілерге жататын Керқұла атты Кендебай
толық танысып, меңгеріп, жаттап алып, жазылым тапсырмасын орындадық. Солай емес пе, балалар, иә? Тағы да пысықтау ретінде задесін деген сонымен не екен, кім айтып жіберді? Задесін дегеніміз не екен? Сабағымызды пысықтап, қорытындылап жіберейік. Жақсы жақсылап айта қойшы бізге. Заттың атын білетін сөз. Заттың атын білетін сөз табын задесін дейміз. Задесін кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді екен. Мысалға, айгүл, дос, жұп, бұл, тағы басқалары. Оның тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі және туынды болып. Негізгі зат есім тек түбірден жасалады. Одан әрі бөлінбейтін зат есімді негізгі зат есім дейміз. Ал туынды зат есім дегеніміз сөзге жинақ жалғану арқылы жасалады. Оған мысалға қуаныш, шаттық, достық, әнші деген секілді. Жақсы, тамаша. Балалар біздің жақсы ережені тақырып толықтырып айтып жібереді. Айта отырайын. Заттың атын білдіретін сөз табын зат есім дейміз. Зат есімдерге кім, не деген сұрақтар қойылады. Зат есімдер тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі зат есімдер және де туынды зат есімдер болып бөлінеді. Түп-түбірден қаралған, бірақ оған бөлінбейтін зат есімді негізгі зат есімде айтамыз. Ал жұрнақпен қосылған нәрсені негізгі туынды зат есім деп атаймыз. Жақсы, тамаша. Тағы кім айтып жібереді? Пысықтап. Зат есімнің ережесін аяқ айта ғой. Заттың атын білдіретін сөз табын зат есім деп атаймыз. Зат есімдері кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, адам, айгүл және тағы да басқа. Зат есім тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі және туынды зат есімдер. Негізгі зат есім бір түбірден құралып, әрі қарай бөлшектеуге келмейтін зат есімнің түрі негізгі зат есім деп аталады. Негізгі зат есімдерге одан, дос, жол және тағы да басқа сөздер жатады. Жақсы, келеді. Тамаша. Әрі қарай. Кім тағы? Зат есімді пысықтап жібереді бізге балалар. Мен сіздердің бүгінгі сабақтарыңызға қатысуларыңызға қарай бағалап жатырмын. Балалар, біз 10 балық жүйемен бағаламыз. Иә, балалар, міндетті түрде мен әр сабақта айтып отырамын. Әр жұлдызша 2 балды құрайды, иә, балалар. Еркежан, ережені айтып жүре ғой. Заттың атын білдіретін сөз табын зат есім дейміз. Зат есімдер сұрағы кім деген сұраққа жауап береді. Зат есім тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі зат есім және туынды зат есім. Тек түбірден жасалған, әрі қарай бөлшектеуге болмайтын зат есім негізгі зат есім дейді. Мысалы, отан, дос деген секілді. Ал жақсы түбірге жинақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейміз. Мысалы, қонақ, әнші, күйші деген секілді тағы басқа. Жақсы, тамаша. Жақсы, тамаша балалар. Жалпы бүгінгі сабағымыз өте жеңіл болды деп есептейміз балалар. Өйткені біз жаңағы Керқұлақты Кендебай ертегісінің толық мазмұнымен таныспыз. Солай емес пе? Керқұлақты Кендебай ертегісінің ішінде қиял ғажайып оқиғалар өте көп. Біз бүгін сабақтың басында қиялымызға ерік беріп, біраз арман тілектерімізді айтып алдық, иә балалар? Өте жақсы. Сол бүгінгі алған сабақтан әсерлеріңізді маған рефлексия ретінде жазып бере қойыңыздар. Балалар, стикерде жазып, бүгінгі сабақ сіздерге несімен ұнады, қай жері түсініксіз болды, өз ойларыңызды жаза қойыңыздар. Маған
кезекші жинап бере қояды. Қазір мен соған қарай сіздердің бүгінгі сабақтан не ұққан, не ұқпағандарыңызды біліп аламын. Ja, балалар? Тамаша. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма алып алыңыздар, балалар. Міндетті түрде ереже жаттаймыз. Оқулықтың 68-ші беттегі 5-ші тапсырманы жазып келесіздер. Ертеңгі өз қиялдармен жалғастырып аяқтайды екенсіздер. Сабақ аяқ